Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай Прага тортын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ тортын дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер, және достарыңызбен де бөлісіп қойсаңыздар екен. Және қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңадан салған видеом сіздерге көрініп тұратын болады. Ал енді бірге бастайық. Жұмыртқамызбен құмшекерімізді миксерлеп аламыз. Құмшекеріміз ерігенге дейін. Осындай аппақ болады. Енді бөлме температурасындағы шет майымызбен сүтімізді бөлме температурасындағы қосып, барлығын тағы да миксерлейміз. Енді құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Еленген ұнымызбен қамыр қопсытқышымызды, нан содамызды және де еленген какаомызды барлығын салып, осындай бөлек ыдысқа араластырып аламыз құрғақ заттың барлығын. Енді жаңағы миксерлеп жатқан сұйық затымызға шетінен 1-2 қасықтан қосып отырып, тағы да миксерлейміз. Барлығын бірден салып жүрсеңіздер, біздің бисквитіміз түсіп кетеді. Сол себепті де шетінен салып отырып, миксерлеп араластырып аламыз. Мінекей, барлығын шетінен салып отырып араластырдық. Осындай қоймалы жың әдемі біздің тестамыз шықты. Оны таразыға салып, 3 бөлікке бөліп аламыз. Барлығын бірден пісіре салсаңыздар да болады, бірақ осылай шетінен 3 бөлікке бөліп пісірсеңіздер де болады. Осы түрі маған жеңіл. Мінекей, осындай фольганы 2 қабаттап, кольцомыздың шетінен тағамыз. Бізге пергамент қағазы болмайды, шығып кетеді. Сол себепті де осылай кольцомызға салып алып, шет-шетін барлығын жазып, алдын ала қызып тұрған 170-180 градуста 15-12 минутқа пісіріп аламыз. Шет-шетін пышақпен осылай кесіп алып, бисквитімізді кольцомыздан алатын боламыз. Мінекей, дайын болды. Енді осының бетін осылай алып тастасақ, кескен кезде әдемі көрінеді. Және де бетін сәндегенге бізге керек болады. Енді кремін сливкімен мен кішкене сгущенка қосып араластырып қойдым. Видеоға түспей қалған екен. Және де басқа да кремдердің түрін астына жазып өтетін боламын. Енді тортымызды жинақтаймыз. Осындай ыдысымызға терісінен қаратып, коржымызды салып, бетіне осылай кремімізді сәл қалыңдау етіп жағамыз. Теріс бетінен қарай жинақтаймыз. Бізге пропитка керек емес, өйткені шет май сүтіміз қосылған біздің бисквитқа. Мінекей, кремін жағып, тағы да 3-ші қабатын салып жинаймыз. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар, кремі кішкене сіңгенге дейін. Мінекей, тоңазытқыштан шықты. Енді тағы да шет-шетін пышақпен кесіп алып, кольцомыздан ажыратамыз.
Енді бағанағы кішкене қалған креміміз қалды. Сол кремімізді шет-шетіне жағып шығамыз. Қалың етіп те жағудың қажеті жоқ, тек қана жаңағы қалған крошкамызды жағуға жараса болды. Міне бетіне шоколадпен сливки немесе сүтті араластырып ерітіп алып, өстіп араластырып екеуін осылай бетіне жағып шығамыз. Барлық қосылатын заттың мөлшерін астына описанияға толығымен жазып өтетін болам. Енді жаңа қалған біздің бетін кескен коржымыздан қалғанын осылай езіп алып, шетіне сәндейміз. Кремнің бетіне жағып шығамыз. Кішкене бетіне шет жақтарына да кішкене асырып, әдемі етіп тортымызды сәндейміз. Мінекей тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмі ерекше. Үй жағдайында осылай жасап көрсеңіздер болады. Мінекей өте жұмсақ. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Ас болсын.